Мен өз басым кішкентай кезімнен журналист болуды армандадым. Жалпы менің атам да, ағаларым, апаларым журналист болып жұмыс істеген. Солардың жұмыстарын көріп, мен бала кезімде өзіме журналист боламын деп айқын мақсат қойған болатынмын. Ең бірінші журналист жан-жақты болу керек. Мысалы, мен өз басым Рика телеарнасында 5 бағдарламаның әрі редактормын, әрі жүргізушісімін. Яғни айта кетсем, ол жастар корпорациясы, күнделік, таңғы бағдарлама, дәрігер не айтады, және де заң тілімен бағдарламасы. Бұл бағдарламалардың форматы әртүрлі. Және де заң деп айтып жатырмын, медицина деп айтып жатырмын. Осы салада азды көпті білімің болу қажет. Және де келесі қасиет, меніңше адамдармен оңай тіл табыса алу керек деп ойлаймын. Өйткені біздің жұмысымызда көптеген адамдармен жұмыс істейміз, солардың барлығымен тіл табысып, ортақ жұмыс істеуіміз керек. Ең алғашқы түсірілімім әлі есімде. 2 жыл бұрын Рика телеарнасына жұмысқа тұру үшін қолыма теңдемен алып әңгімелесуге келген болатынмын. Сол кезде осы Рика медиа холдингінің бас редакторы Марина Эдуардовнаға кірген болатынмын. Әңгімелесу басталған кезде 1 минуттан кейін Марина Эдуардовнаға біреу қоңырау шалды. Яғни ол таңғы бағдарламаның редактор болатын. Ол редактор ертең эфирге шығатын жүргізуші қыздың біреуі ауырып қалғанын, екіншісі басқа қалаға кетіп қалғанын, жол жүріп кеткенін айтқан болатын. Яғни ертең эфирге шығатын жүргізуші жоқ деген хабарды жеткізді. Сол кезде Марина Эдуардовна телефонды ұстап тұрып, завтра выйдешь в прямой эфир деп. Сол кезде мен бірден келістім. Солай келесі күні таңғы 7:30-да тікелей эфирге шыққан болатынмын. Енді қазір ойласам, қалай мен қорықпастан бірден тікелей эфирге еш дайындықсыз шықтым деген ой келеді. Бірақ бір жағынан, егерде сол кезде келіспесем, қазір осы арнада жұмыс істеп, осы жетістіктерге жетпес едім деп ойлаймын. Енді ондай кездер аз болады, барлығы таниды деп айта алмаймын. Бірақ таныған кезде ең бірінші айтатын сөздері, сіз өмірде арық екенсіз деп айтады. Енді барлығымыз білеміз, экран бірнеше килограмм қосады. Сондықтан көрермендердің көбісі мені толықша келген қара қыз деп ойлайды екен. Енді түсірілім барысында қызықты оқиғалар өте көп болады. Сондай оқиғалардың бірі, біз әлеуметтік эксперимент түсірген болатынбыз. Сол кезде мен аяғы ауыр әйелдің рөлін ойнадым. 2 қабат әйелдің ішін жасап, яғни барлығын ішіне толтырып, 35 градус аязда қалаға шығып, 2 сағат далада жүрген болатынмын. Сонымен қоса қолыма 2-3 пакет алдым. Содан кейін оператордың үлкен қара сөмкесін сұрап алдым. Сол сөмкенің ішіне ауыр кірпіштерді салып, сөйтіп қаланы аралап жүрдім. Бұл әлеуметтік эксперименттегі басты мақсат, бұл аяғы ауыр, сонымен қоса қолындағы ауыр сөмкелері бар жүкті әйелге қаншалықты адамдар өздерінің көмегін ұсынады деген. Сол кезде көбісі маған көңіл аудармай жатты. Сол кезде өтірік маған көңіл аударсын деп ақылеп, ухылеп, далада айқайлаған тұстарым болды. Немесе әдейі бір адамның қасына барып құлап қалған кездерім болды. Сондай өте қызықты сәттер болды. Сонымен қоса кейде жүріп келе жатқанда ішімдегі заттарым түсіп қалатын кездер болды. Сол кезде жолдың ортасында тұрып алып, сол заттардың барлығын алып, қайтадан ішіме салып, қайтадан жүрген кезде тұрғындардың барлығы қызық қараған болатын. Сол өте қызықты сәт. Ең бірінші айтарым, бұл көп жұмыс істеу керек. Көп кітап оқу керек, жазу керек. Айнаның алдында қарапайым сөйлеп үйрену керек. Яғни талмай жұмыс істесең, міндетті түрде мақсатыңа қол жеткізесің.